Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Рахмет. Мен өзім жүргізетін ашық дәрістердің аса танымалы, жарылыспен байланысты дәрістер екенін байқадым. Сол сәтте маған толық жарылыстар мен жарылғыш заттарға және соның артында тұрған ғылыми теорияға арналған дәріс жасаудың мағынасы бар деген ой келді. Ал енді біз бастамас бұрын, мен бұл эксперименттерді үйде қайталамаған жөн деп ескертем. Және де өтініш, үй жағдайында өздігінен жарылғыш затты жасауға тырыспаңыздар. Қазір өздеріңіз көз жеткізгендей, бұл заттар өте жылдам жарылады. Және олардың жылдамдығы кәдімгі адамның реакциясы жылдамдығынан бір шама жоғары. Басқаша айтқанда, жарылғыш заттар қателерді кешірмейді. Сондықтан өтінем, оларды үйде жасауға тырыспаңыздар. Ал енді дәрісімізге кірісейік. Және әрине біз оны жарылыспен бастаймыз. Тура қазір біз тарихи құжаттарға сәйкес біздің планетамыздың бетінде болған ең үлкен жарылысты кішірейтілген көлемде қайта тудыруға тырысамыз. Бұл 1883 жылы Кракатау жанартаулы аралда болған. Ол кезде шамамен тротил эквивалентінде 200 миллион тоннаға тең жарылыс орын алған еді. Соққы толқыны жерді 7 рет айналды. Жарылыс 5000 шақырым қашықтықта естілді. Бұл жарылыстың қалай болғаны туралы теория бар. Жанартау атқылап, лава тастай бастады. Нәтижесінде орасан жерасты шұңқыры пайда болды. Содан кейін теңіз суы кіріп, осы шұңқырды толтырды. Шұңқыр қабырғалары өте ыстық болғандықтан су буға айналды. Қысым өсіп, оның салдарынан жарылыс болды. Біз қазір тура осы жерде, дәріс залында, кішірек масштабта осы әсерді қайта тудыруға тырысамыз. Мынау құрамында 1 миллилитр су бар шыны түтікше. Егер қазір оған камераны жақындатсақ, сіз оны экраннан мұқият көре аласыз. Ол екі ұшынан жабылған. Және тек 1 миллилитр судан тұрады. Ал енді мен оны қыздырып, мына бензин оттығы көмегімен температурасын жоғарылатам. Температура көтерілген сайын су буланады, ал қысым артады. Белгілі бір сәтте ол жарылады. Бұл едәуір қатты болады. Сондықтан мен құлаққап кием. Ал сіздер алақандарыңызбен құлақтарыңызды жабыңыздар. Бұның қашан жарылатынын білу қиын. Еске сала кетейін, бұл жерде 1 миллилитр су, ал Кракатау жарылысы кезінде 1 шақырым текше метр су буға айналған деп саналады. Міне су буға айналып жатыр. Қысым артуда, және ақырында ол контейнер беріктігі осы қысымға төтеп бере алмайтындай нүктеге жетеді де, сол кезде біз жарылыс аламыз. Сонымен біз бұны физикалық жарылыс қысымның артуынан, ал содан кейін күрт босауынан туындаған жарылыс деп атаймыз. Жақсы, бұл физикалық жарылысқа мысал. Қысымның өсуі, ал содан кейін күрт босауы. Бірақ егер біз белгілі бір тәжірибелік мақсатпен жарылыс жасағымыз келсе, онда бұл онша ыңғайлы емес. Алдымен от қажет. Содан кейін қысымның белгілі бір дәрежеде өскенін күтуіміз керек. Бірақ жарылыстың тап қашан болатынына сенімділігіміз жоқ. Бізге жарылыс жасаудың басқа тәсілдері қажет. Және біз оны химияның көмегімен жүзеге асыра аламыз. Бізге жарылатын химиялық заттар қажет. Біз оларды жарылғыш заттар деп атаймыз. Ұзақ уақыт бойы тәжірибеде оқ-дәрі ретінде белгілі бір ғана жарылғыш зат қолданылды. Өнеркәсіпте ол сондай-ақ қара оқ-дәрі деп аталады. Негізі, мәні бойынша бұл бір нәрсе. Оқ-дәрі 3 құрам бөліктердің қарапайым қоспасы. Барлық осы құрам бөліктер біздің алдымызда көрсетілген. Біріншісі, бізге барбекю, кәуап және тағы басқалар бойынша белгілі ағаш көмір. Ол отын ретінде қолданылады. Содан кейін күкірт келесі элемент. Бұл әдемі сары түсті ұнтақ. Ол да отын ретінде қолданылады. Жануды ынталандырады. Ал міне осында бар тағы бір маңызды құрам бөлік. Бұл калий нитраты, сондай-ақ калий селитрасы ретінде белгілі. Ол оттегінің қатты байтылған көзі. Сондықтан ол ыстық болған кезде оттегі бөлінеді де, көмір мен күкірт осы бөлінген оттегіде жаналады. Отын, көмір мен күкірт ауадағы оттегімен әсер еткенде жанбайды. Ол құнарланған түрден оттегінің бөлінгенінен жанады.
Енді оқ-дәрінің өзін қарастырайық. Мына ыдыста 1,5 грамм өнеркәсіптік оқ-дәрі бар. Мен оны электр көмегімен жағам. Менде электр шырпысы деп аталатын кішігірім құрылғы бар. Ол кәдімгі шырпыға ұқсас, бірақ мен оған электр дабылын беріп жағалам. Және мен оны мына қорап көмегімен жасаймын. Ол жарылғыш деп аталады. Және бұл детонатор емес. Біз келесі дәрістен детонатордың басқа нәрсе екенін біле жатармыз. Қазір оны зарядтаймыз да, зертханалық стөлде 1,5 грамм оқ-дәріні жарамыз. Байқағандарыңыздай, әдемі түтін сақинасы бар жерде жану өте жылдам жүреді. Сонымен қатар, сіз тарс етпегеніне назар аударған боларсыз. Біз жарылыс алған жоқпыз. Оқ-дәрі лақтырғыш типті жарылғыш затты атаймыз. Және оны жаққан кезде ол өте жылдам жанады. Бірақ тарс етпейді, жарылмайды. Жарылыс алу үшін біз тағы да бір нәрсе жасауымыз керек. Біз оқ-дәріні шоғырландыруымыз керек. Қазір солай жасаймыз. Мына картон гильзасында бізде тағы да 1,5 дәрі бар. Сондай мөлшерде сондай типті оқ-дәрі. Тағы да түтік ішінде электр шырпысы бар. Бұл кезде түтік тығындалған, таспамен оралған, сондықтан оқ-дәрі өте тығыз оқшауланған. Міне қараңыздар, дәрі жабық кеңістікте жанған кезде ол жылу түрінде энергия бөледі. Және зертханалық стөлдегі сияқты жылу шыға алмайды. Себебі ол оқшауланған. Бұл температураның артуын алып келеді. Ал температура жоғарылаған кезде химиялық реакциямен жану жылдамдығы артады. Өз алдына ол жылу беру шамасын ұлғайтады. Өте жылдам жануға алып келетін кері байланыс алынады. Біз оны жарылыс деп атаймыз. Жарылыс үдерісін тағы да электр көмегімен іске қосайық. Бұл кезде біз басқа жарғышты қолданамыз. Мына құрылғыны пайдаланайық. Ол 20-шы ғасырдың басында жасалған. Бұл Дюпон жарғыш машинкасы. Бұл өте антикварлық машина және ерекшелігі әлі күнге дейін жұмыс істейді. Сондықтан біз оны жарылыс жасау үшін қолданамыз. Келіп, оны пайдаланам деушілер бар ма? Менің ойымша, сіз бірінші болдыңыз. Сіз қатысқыңыз келе ме? Өз еркімен шыққан адамға қол шапалақтап қояйық. Жақындаңыз да мына жерге тұрыңыз. Мархабат, аудиторияға қарап бұрылыңыз. Есіміңіз кім? Айзек. Мына затты қолдана аласың ба? Осындайды мультфильмде көрдің бе? Жарайды. Сен тұтқаны екі қолыңмен ұстап, қазір емес, мен айтқан кезде. Және көтеруің керек. Және мен айтқан кезде қатты басуың керек. Келістік пе? Бұның дауысы өте қатты болады, сондықтан мен саған құлақ қап берейін. Оны киіп ал. Сіздерде көрсетілім кезінде құлақтарыңызды жапқандарыңыз жөн болар. Жақсы, ал енді дайын болсаң баста. Керемет. Үлкен рахмет. Сонымен бұл оқ-дәрі сияқты лақтыратын жарылғыш заттың шоғырлануы немесе жабық кеңістікке оқшаулау салдары. Оқ-дәрі бірнеше отын түрлерінің күкірт пен ағаш көмірі мен оттегі көзі калий нитратының қоспасы. Біз оны тотықтырғыш деп атаймыз. Адамдар оқ-дәрінің баламасы жарылғыш заттың басқа түрін іздеді. Олар әртүрлі отын нұсқаларымен және әртүрлі тотықтырғыштармен эксперимент жасады. Және бүгінгі күні от шашулар мен пиротехника сияқты заттарда қолданылатын бірқатар жарылғыш заттарды тапты. Мен біреуін ғана атап кетейін. Ол дабылдық жарқылдауға арналған оқ-дәрі. Бұл да бірнеше отын түрлерінің қарапайым қоспасы. Осы жағдайда өте майда үгілген металл және тотықтырғыш калий нитрат емес, басқа тотықтырғыш. Ол да оттегінің өте байытылған көзі саналады. Менде дабыл жарқылына арналған 1,5 грамм оқ-дәрі бар. Ол өте жарық тұтану беретіндіктен дабыл жарқылына арналған оқ-дәрі деп аталады. Мысалы, ол театр қойылымдарында джиннің пайда болуы кезінде жарық жарқыл мен түтін бұлты қажет болғанда қолданылады. Дабыл жарқылына арналған 1,5 грамм оқ-дәріні жарайық және оны зертханалық стөлде ашық кеңістікте жасайық. Біз арнайы жарықты сөндірейік, бірақ өте жарық болады. Мен оған тікелей емес, сәл жанына қарай қарауды ұсынамын. Сонымен, мана жерде дабыл жарқылына арналған 1,5 грамм оқ-дәрі. Ол ашық кеңістікте жанып жатыр. Қайталаймын, жарқыл қатты болады. Сол себепті бір жағына қарай қарауды сұраймын. Ал, бастайық.
Бізде қайтадан өте жылдам жану болды. Бірақ тарсыл да жарылыс та болған жоқ. Бірақ дабыл жарқылына арналған оқ-дәрінің жарылуын алуымыз үшін оны шоғырландыруымыз қажет. Біз қазір солай жасаймыз. Бұл құрылғы ортасында вертикаль бөлгіш тақтайшасы бар ауыр болат цилиндрден тұрады. Ал саңлаудың төмен бөлігінде тура сондай үлгідегі 1,5 грамм дабыл жарқылына арналған оқ-дәрі бар. Бірақ енді металл қабырғалармен құрылған шоғырландыру. Жану үдерісін тездету керек. Біз қайтадан жарылыс алуымыз керек. Бізде әдеттегідей электр шарпысы бар. Өзіміздің жарғыш машинкамызды қолданамыз. Яғни басқа келемдеушілерде үміт бар дегенім ғой. Кім жасап көргісі келеді? Иә, сіз артында сардағы шыққан адамды қолдайық. Жақындаңыз да, мұнда тұрыңыз. Есіміңіз кім? Дэниел, жақсы, машинкаға бұрылыңыз. Сен қалай істеу керегін көрдің ғой? Мына құлаққаптарды ки, ал мен өзімдікін киіп алайын. Бұл менің ойымша едәуір қатты болады. Құлақтарыңызды жабуды сұрайын. Ал, баста, Дэниел. Үлкен рахмет. Сонымен тағы да лақтырғыш типті жарылғыш заттың шоғырлануы жану жылдамдығының өсуіне алып келеді де, біз жарылыс аламыз. Бірақ адамдар жарылғышты жақсарту тәсілдерін тұрақты іздеді. Оның тезірек жануын қалады. Жарылғыш заттар тезірек жану үшін біз не істей аламыз? Біз осыған дейін көрген жарылғыш заттар бұл қоспалар. Олар отын мен оттегі көзінің қоспасы. Біз оларды жақсылап араластырсақ, соғұрлым олар тезірек жанатыны анық. Себебі олар тотықтырғышпен реакцияға түсетін отынға байланысты жанады. Біз бұл идеяны ликоподий қолданып тексере аламыз. Ол өте майда ұнтақ, ол тез тұтанады. Сондықтан аздап төсенішке салып, оны жағаламыз ба тексерейік. Міне, ол жанды. Сонымен бұл жеңіл тұтанатын зат. Химиялық реакция жүреді. Біз оны отын мен ликоподиум және ауадағы оттек арасындағы жану дейміз. Бірақ бұл өте ақырын реакция. Себебі ол отын мен оттегі жанасқан жерде ғана жүреді. Ол тек мына кішкентай үйіндінің бетінде ғана жүреді. Оны үрлеп тастайық. Енді мен басқа нәрсені жасап көре алам. Біз аздап ликоподий ұнтағын алып, осы жолы оны ауамен мұқият араластырып, содан кейін жағамыз. Мен тағы ликоподийді мына түтікке салам. Оны ұнтақты ауаға үрлеу үшін қолданам. Бұл ұнтақты ауамен мұқият араластыруға мүмкіндік береді және оның ауадағы оттегімен жанасу ауданы көбірек болады да, жану жылдамдығын ұлғайту керек. Ұнтақты жағу үшін бензин оттығын қолданам. Біз жарықты аздап азайтайық. Жарық сөнген кезде мен ұнтақты жалын арқылы үрлеймін де, жану жылдамдығы ұлғая ма көреміз. Ликоподийді ауамен мұқият араластыру жоғарырақ жану жылдамдығын қамтамасыз ететін анық. Ауадағы оттегіні пайдалану тиімді емес, себебі ауаның тығыздығы төмен. Ауаның әрбір текше метрінде өте көп оттегі жоқ. Бірақ біз оттегінің байытылған түрін қолдансақ, осы үдерісті жақсарта аламыз. Сондықтан мен Цельсий бойынша минус 183 градус температуралы сұйық оттегіні қолданам. Бұл жай оттегі. Ол әдемі көгілдір сұйықтық күйіне дейін суытылған. Ыдыста қарапайым мақта бар. Мен мақтаны оттегіге батырып алам. Мақта отын ретінде болады. Ал енді бізде қойытылған оттегі көзі бар. Және тағы да жарықты сөндірейік. Сонымен, бұл сұйық оттегіде жанатын мақта. Ол өте жылдам жанды, бірақ жарылыс аздап болды. Тағы да, бұл жарылғыш затты жасаудың тиімді әдісі емес, себебі сұйық оттегіні қалдырсақ, ол бөлме температурасына дейін қызады да буланады. 1 сағаттан кейін жойылады. Бізге тұрақты бір нәрсе керек.
Бір күні швейцар химигі Кристиан Шонбейн өз ас үйінде тәжірибе жасаған кезде онда шағын оқиға болды. Ол аса коррозиялық қоспа саналатын азот және күкірт қышқылдарының қоспасымен жұмыс істеген. Ол аздап ас үй үстеліне төгіп алды. Ғалым оны сүрту үшін шүберек алды. Бұл шүберек мақта мата болды. Ол қышқылды мақта матамен сүртіп, матаны кептіру үшін плитаның үстіне іліп қояды. Ол кепкен кезде ол жарылып кетті. Осылайша ол жаңа реакцияны тапты. Ол нитроцеллюлоза деп аталатын затты ашты. Ол сондай-ақ пироксилин деген атпен белгілі. Сол жерде болған оқиға шынайы ерекше болды. Азот және күкірт қышқылдарының әрекеттесуі отынның молекуласына оттегіні, сонымен қатар азотты енгізуден тұр. Отын ұзын молекула түріндегі целлюлоза еді. Ол табиғи материал. Ал қышқылдардың әсері нәтижесі оттегінің молекуланың өзіне енгізу болды. Осылайша отын мен оттегі арасындағы ең үздік мүмкін қоспасы олардың бір молекулаға құрылуы болып табылады. Сіздерге нитроцеллюлозаны көрсетейін. Менде дайындама бар. Бұл кәдімгі мақта. Мен оны дәріханадан сатып алдым. Және оны азот және күкірт қышқылдарымен өңдедік. Содан кейін жудық және кептірдік. Және оны жаққанға дейін түрі мен консистенциясы бұрынғыдай кәдімгі мақтаға ұқсас. Бұл өте жарық болады. Сондықтан сіз бір жағына қарай қарауларыңыз керек. Міне нитроцеллюлоза. Нитроцеллюлоза жанған кезде салыстырмалы аздап түтін бөледі. Бізде нитроцеллюлозаның біршама үлкен үйіндісі болды, бірақ мысалы дәрінің аздаған мөлшерімен салыстырғанда түтін мүлде болған жоқ. Оқ дәрі көп түтін бөледі. Себебі өнім немесе химиялық реакцияның соңғы өнімі мысалы калий карбонаты сияқты материалдан тұрады. Ол қатты күйін бөлме температурасында сақтайды, сондықтан осы қатты заттардың ұсақ бөлшектері түтінге айналады. Нитроцеллюлоза жағдайында молекулалар су буына, көмір қышқыл газына, азотты газға, ауада болатын көрінбейтін газдарға айналады. Сондықтан нитроцеллюлоза мүлдем жойылатын сияқты болып көрінеді. Нитроцеллюлоза пиротехникада жиі қолданылады, себебі ол аз түтін бөледі. Бұл пайдалану үшін ыңғайлы материал. Енді мен сіздер үшін кішігірім пиротехникалық шоу жасайын. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын, сондықтан жарықты сөндірейік. Сонымен пиротехникалық целлюлоза қалай жанатынын қарайық. Барлық алдыңғы көрсетілімдерде жарылыс кезінде күрт энергияның бөлінуі жүреді. Осы энергия қайдан алынады? Біз осы энергия көзі туралы аздаған түсініктерді шағын көрсетілімнен ала аламыз. Және ол үшін маған өте батыл адам қажет. Кім өзін батыл санайды? Көптеген адамдар өз достарын ұсынады. Сіз өте сенімді болып көрінесіз. Сіз өте батылсыз. Қане, қол шапалақтап қояйық. Мұнда келіңіз де киіңіз. Есіміңіз кім? Лукас. Оң қолыңды алға созып, осылай ұсташ. Міне бұлай. Алақаныңмен ыдыс қалыптат. Тек бір қолмен. Міне осылай. Мынау жай сабын ертіндісі, кәдімгі жуғыш сап. Мен аздап сұйықтықты сенің қолыңа қоям. Сен батылмын дедің, солай емес пе? Ал бастайық. Мен сенің қолыңда кішкентай жарылыс жасайым. Бізде электр көзі бар. Біз электр энергиясын 1/3 көмір қышқылды тұзбен сұйытылған суы бар бөтелке арқылы өткіземіз. Электр қызметі суды бөлуден тұрады. Қане, біршама жақын. Әрине сіздердің барлықтарыңыз судың формуласын білесіздер. H2O. Бұл сутегі мен оттегінің қосылысы.
Электр әсері су молекуласын газ тәрізді сутегі мен газ тәрізді оттегін алуға негізделген. Сенің қолыңдағы мына көпіршіктер 2/1 қатынасында сутегі мен оттегіден тұрады. Тазы да аздап. Қазір қаншалықты батыл сезініп тұрсың? Қобалжып тұрсың ба? Ештеңе емес. Мен қобалжып тұрған жоқпын. Мынаны сөндірейік, енді бізге құлаққап керек. Мен де құлағымды жабайында. Біз мына сутегі мен оттегі қоспасын жағамыз. Дайынсың ба? Қолыңды былай соз. Осылай. Керемет. Мына кішкентай жарылыс біршама энергияны бөлгені анық, бірақ осы энергия қайдан шықты? Сутегі молекулалардан тұрады. Және әрбір молекула мынандай сутегі атомдарының жұбынан тұрады. Сол сияқты оттегі молекулаларынан тұрады. Ал әрбір молекула оттегі атомдарының жұбынан тұрады. Біздің көмектескен адамның қолында көпіршіктер бол. Көпіршіктердің ішінде сутегінің 2 бөлігі мен оттегінің 1 бөлігінен тұратын қоспа бар. Бірақ олар соның ішінде бол. Біз жалынмен әсер еткенге дейін олар еш нәрсе жасаған жоқ. Жалын әсер еткен кезде аздап энергия бөлінеді. Біз оны іске қосылу энергиясы деп атаймыз. Бұл өте маңызды түсінік. Іске қосу энергиясы молекулаларды ыдыратады. Ол молекулаларды бірге ұстап тұратын байланыстарды бұзады. Энергияның әсері осы байланыстарды үзу үшін қажет. Осылайша сутегі мен оттегінің байланыстары үзіледі. Ал содан кейін жаңа байланыстар түзілуі мүмкін. Оттегі мен сутегі су түзіп бірігуі мүмкін. Олар жаңа байланыстар қалыптастыру үшін бірге жиналған кезде энергия бөлінеді. Осы жаңа қосылыстарды түзе отырып, біршама көбірек энергия бөлінеді. Ол алғашқы байланыстарды үзу үшін қажет болды. Сутегінің 2 молекуласы мен оттегінің 1 молекуласымен біз 2 су молекуласын жасай аламыз. Бұл су H2O. Осы энергияны іске қосу идеясы аса маңызды. Мен оны төбенің үстінде тұрған шар үлгісі көмегімен көрсете аламын. Шар төбедегі аса жоғары нүкте. Оның төбенің етегімен салыстырғанда гравитациялық потенциалдық энергиясы бар. Егер шар төбенің жоғарғы жағынан етегіне қарай домалай алса, энергия босап шығады. Бірақ ол шығара алмайды, себебі ол кішкентай шұңқырға тіреліп қалған. Егер бізде энергия аз болса, еш нәрсе болмайды. Бірақ егер оны төбенің төмпешігіне орнату үшін жеткілікті энергия болса, бұл іске қосу энергиясы деп аталады. Онда қалған энергия да бөліне алады. Біз іске қосу энергиясын және барлық мына қосымша энергияны аламыз. Біз сутегі мен оттегіні жаққан кезде іске қосу энергиясын аламыз. Ал содан кейін қайтадан осы энергиямен біршама қосымша энергияға қол жеткіземіз. Міне, іске қосу энергиясының мәні. Енді мен іске қосу энергиясын эксперимент көмегімен көрсетейін. Ол үшін жарықты сөндірейік, себебі іске қосу энергиясының көзі ретінде жылу емес, жарықты қолданамыз. Қазір газ тәрізді сутегі мен газ тәрізді хлор қоспасымен толтырылған ауыр шыны түтік көмегімен эксперимент жүргіземіз. Біз қайтадан өздігінен айрықша еш нәрсе болмайтын газдар қоспасымен жұмыс істейміз. Бірақ біз аздап іске қосу энергиясын қолдансақ, біз молекулалар байланысын үземіз. Олар реакцияға түсіп, хлорлы сутек түзе алады. Және сонымен қатар энергия бөлінеді. Біз іске қосу энергиясын қамтамасыз ету үшін жарықты қолданамыз. Жарық фотон деп аталатын бөлшектерден тұрады. Және әрбір фотонның энергиясы оның түсіне байланысты. Басқаша айтқанда, бұл толқын ұзындығына және оның жиілігіне тәуелді. Ұзын толқынды жарық фотондарында, мысалы, қызылда салыстырмалы аз энергия болады. Қазір проекциялаушыдан қызыл жарық құрамында сутек пен хлор бар түтік арқылы өтіп жатыр. Бірақ реакция жоқ, өйткені фотондарда қажетті энергия жоқ. Қазір мен құлаққаптарды киіп алайын, содан соң бірнеше әртүрлі жарық толқынын зерттейміз. Жоғарырақ жиілікке немесе жарық толқынының қысқарақ ұзындығына көшейік. Сары түсті көрейік.
Оның энергиясы жоғарырақ, бірақ шарды төбеге шығару үшін әлі де жеткіліксіз. Ол іске қосу энергиясына жету үшін аз. Жасыл түс бар. Оның энергиясы одан да жоғары, бірақ төбені жеңу үшін жеткіліксіз. Ал ең қысқа толқын ұзындығын көк түсті ең үлкен энергиясы бар фотондарға әсер ету үшін қолданайық. Бұл іске қосу энергиясына мысал. Біз реакцияны іске қосу үшін аздап энергияны қосамыз. Ал одан кейін ол біршама көбірек энергия бөледі. Әртүрлі реакциялардың іске қосу энергиясының деңгейлері әртүрлі болады. Кейде төбенің шыңы биік боп көрінеді. Ол кезде жоғары іске қосу энергиясы қажет болады. Кейде іске қосу энергиясының аз мөлшері жеткілікті болады. Мен сіздерге іске қосу энергиясы аз болғаны соншалық кенеттен жүретін реакцияны көрсетейін деп тұрмын. Біз не істейміз? Мына магний силициді деп аталатын сұр ұнтақты тұз қышқылына қосам. Реакция нәтижесінде моносилан деп аталатын газ түзіледі. Сіздер метан туралы естідіңіздер деп ойлаймын. Метан табиғи газ. Ол тағам даярлау үшін және тағы басқаларға қолданылады. Метан молекуласы көміртегі атомы мен 4 сутегі атомынан тұрады. Ал моносилан кәдімгі метанға ұқсас. Тек кремний атомы мен 4 сутегі атомынан тұрады. Метанға ұқсас ол ауамен әрекеттесіп жанады, бірақ іске қосу энергиясы бұл өте аз болғаны соншалық ол қалыптасқан кезде ғана тұтанады. Қазір жарықты сөндірейік. Магний силицийдің тұз қышқылына қосамыз да, моносилан түзілген кезде ол ауада жана бастайды. Сонымен бұл өте төмен іске қосу энергиясы бар жүйе. Қазір мен сіздерге көрсететін зат өздігінен жану жүретіндей төмен емес, бірақ сол шамалас іске қосу энергиясы төмен жарылғыш зат. Бұл жарылғыш зат 3 йод нитриді деп аталады. Оның молекуласы йодпен байланысқан азоттан тұрады. Бірақ олардың арасындағы байланыс оңай ыдырайды, және ол жүрген кезде жарылыс болады. Бұл өте қатты жарылыс болады. Сондықтан мен қайтадан құлаққапты киіп алайын. Сіздерде құлақтарыңызды жапқандарыңыз жөн. 3 йод нитриті бұл мына сүзгі қағаздағы қарағатты дене. Мен қазір таяқшаны сәл тигізем. Бұл реакцияны іске қосу үшін жеткілікті. Ал көрейік. Аса байқағыштар күлгін түсті бұл байқағанына сенімдімін. Бұл йод. Йодпен үйлескен азоттан тұратын молекула үзіледі де, йодпен азот бөлінеді. Азот жарылғыш заттарда маңызды рөл атқарады. Және мен осы үлгі көмегімен неге олай жүретінін түсіндірем. Бұл азот молекуласының үлгісі, және ол өте күшті 3 байланыспен қосылған азоттың 2 атомынан тұрады. Бұл химияда ең күшті химиялық байланыстардың бірі. Яғни, азот өте реактивті емес материал. Азот, білетіндеріңіздей, ауаның 5-тен 4 бөлігін құрайды. Ауада азоттың кез келген нәрсемен реакцияға түсуі қиын, себебі байланыс өте мықты. Азот реакцияға түсу үшін біз атомдарды итеріп, өте берік байланысты ыдыратуымыз керек. Ол үшін көп энергия қажет. Энергия әлбетте сақталады. Егер біз азоттың 2 атомын алып біріктірсек, энергияның тура осындай көлеміне ие болар едік. Газ тәрізді азот қалыптасқан кезде көп энергия бөлінеді. 3 йод нитритінде не жүреді? Азот байланысы түзілуінен көп энергия бөлінді. Азот жарылғыш заттарда маңызды рөл атқарады. Азот 3 йодына қарағанда сезімталдығы төмен, өте ұқсас жарылғыш зат бар. Ол маңызды рөл атқарады, себебі жыл сайын көптеген өмірлерді сақтап қалады. Оны автомобиль қауіпсіздік жастықтарында қолданады. Автокөлік қауіпсіздік жастығы сіз білетіндей соғылғанға дейін секунд ішінде үрленетін қорғаныс құралы. Автомобиль бір нәрсемен соқтығысат, қауіпсіздік жастығы үрленеді де сізді жарақаттан сақтайды.
Менің пайымдауымша, сіздердің көбіңіз қауіпсіздік жастығы нақты қалай жарылатынын көрмегенсіз. Мен соған үміттенем. Бірақ бүгін мен сіздер үшін тағы да бір тәжірибе дайындап қойдым. Бізде нағыз машина жоқ, сонда да бізде ішінде нағыз қауіпсіздік жастығы бар, нағыз рөл бар, және қосқышы бар автомобильдің алдыңғы бөлігіне арналған батарея бар. Бір сәттен кейін мен автомобильді қабырғаға іске қосам, немесе итерем. Бұл тетік жұмыс істеп қауіпсіздік жастығын іске қосады. Өте қатты дауыс шығады. Егер сіз соққыда болсаңыз, соққы дауысы сізді ең соңғы мазалайтын нәрсе болады. Бірақ мен құлаққаптарымды таппай тұрмын. Сондықтан мына құлаққаптарды киемін де біз автомобиль жастығының әрекетін қараймыз. Ал бастайық. Сонымен натрий азиді деп аталатын жарылғыш заттан тұратын қауіпсіздік жастығы. Бұл натрий мен азоттың қосылысы. Ол ыдыраған кезде немесе жарылған кезде ол натрий металын және газ тәрізді азот түзеді. Осы азот байланыстарының түзілуі жарылу кезінде бөлінетін энергияның көп мөлшерін береді. Жаңа жарылғыш заттарды іздейтін адамдар шөнбейін ашқан нитроцеллюлоза немесе мақта мата дәрі өте маңызды болғанын түсінеді. Себебі ол жарылғыш заттарға айналдыру үшін оттегі мен азотты тікелей молекулаға енгізу үдерісін жасады. Оның ең алғаш жаңалығы нитроцеллюлоза немесе мақта мата дәрі болды. Бірақ адамдар осы идеяны алып, азот пен күкірт қышқылдарын оттегі мен азотты тікелей молекулаға енгізу үшін қолданылатын басқа жарылғыш заттарды іздей бастады. Адамдар көптеген әртүрлі мүмкін қосылыстарды іздеді. Бірақ шынайы жаңалықты 1847 жылы Италия химигі Асканио Собреро жасады. Ол азот қышқылымен өңдеу нитрацияны мақтамен емес, басқа зат, глицеринмен жүргізді. Глицерин сабын өндірісінде алынатын қосалқы зат. Егер біз оны нитраттасақ, интроглицерин деп аталатын зат алынады. Мына жерде бізде аздаған нитроглицерин бар. Мен оны бүгін таңертең химиялық зертханада жасадым. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл мөлдір сұйықтық. Ол кішкене суға ұқсас, аздап тұтқыр, бірақ ол су сияқты емес. Өзін басқаша көрсететініне куә боласыздар. Сонымен, ең алдымен мен бірнеше тамшы нитроглицеринді термотұрақты төсенішкі тамызамын да, оны жағам. Не болатынын көрейік. Мен барлық қалған затты бір шетке қояйын, оны дәнекерлеу шамы көмегімен жай қыздырып және тұтатуға тырысқан кезде не болатынын көрейік. Ол жағымды жасыл түсті жалынмен жана бастағанын байқаған шығарсыздар. Жарылыс болған соң тек кішігірім жасыл жалын. Ол аздап нитроцеллюлозаға ұқсас, өте тез жанады. Нитроглицерин өзім басқаша көрсете алады. Қазір мен оны көрсетейін. Біз сүзгі қағазын алып, оны мына болат қыздырғыштың үстіне қояйық. Енді мен сол мөлшерде нитроглицеринді аламын да, оны сүзгі қағаздың бетіне салам. Қазір мен балғамен нитроглицериннен соғам. Нәтиже алдыңғыдан өзгеше болады. Бұның дауысы қатты болуы мүмкін. Сондықтан мен құлаққап киіп алам. Сондай-ақ мен қорғағыш маскамен қолғап кием. Әрине, бұны үйде қайталамаңыздар. Сонымен бұл жерде тек 5 тамшы нитроглицерин.
Болған нәрсе алдыңғы нәтижеде мүлдем өзгеше болды. Бірінші жағдайда ол жай ғана жанып кетті, ал мына жерде мүлдем басқа нәрсе болды. Біз бұны детонация деп атаймыз. Детонация өте айрықша физикалық әсер, және біз оны бір сәттен кейін қайта қарастырамыз. Нитроглицерин қауіпті материал болып саналады, себебі оны өндіру немесе тасымалдау барысында бақыланбайтын жарылыстар себебінен жазатайым жағдайлар да көп болған. Нитроглицерин аса қуатты, бірақ тиімді емес жарылғыш зат. Оны пайдалану аса қауіпті. Бұл факт адамдардың көңілін қалдырып, олар қайтадан шешім іздей бастады. Оны тапқан адам швед химигі Альфред Нобель еді. Ол нитроглицеринді сезімталдығын азайту үшін басқа материалдармен қосуға тырысты. Бір күні ол бұл материалды қатты ұрды. Бұл саз материал. Ол кизельгур деп аталады. Кизельгурдың сіңіру дәрежесі жоғары, ол өз салмағынан көп глицеринді сіңіре алады. Ол сіңірген кезде өте қуатты жарылғыш зат болып қалады, бірақ сезімталдығы төменірек болады. Бұл материалды динамит деп атады. Динамит әдетте 2 шашкадан тұрады, және олар барлау, тау-кен жұмыстарын жүргізу немесе туннель жасау керек болса, тастағы дөңгелек саңылауға салынуы мүмкін. Бұл өте қауіпсіз жарылғыш зат. Себебі оның сезімталдығы таза нитроглицеринге қарағанда төмен, және сондықтан оны қауіпсіз сақтауға және тасымалдауға болады. Нобель нитроглицеринмен ең үлкен мәселелердің бірін шешті. Ол кездейсоқ детонацияның алдын алуға болатын тәсілді жасады. Нитроглицеринмен туындаған тағы бір мәселе сізге қажет болған кезде іске қосылмай қалуы. Бұл сенімсіз жарылғыш. Ал одан динамит жасаған кезде оның өте төмен сезімталдығына байланысты оны жару өте қиынға соғады. Динамитті жаруға дайындау іс жүзінде өте күрделі үдеріс. Аталмыш жағдай Нобельдің тағы да бір орасан өнертабысын алып келді. Ол детонатор деп аталады. Бұл заманауи электр детонаторы. Ол кішкентай металл түтіктен, ал ішінде аса сезімтал жарылғыш заттың азғандай мөлшерінен тұрады. Оны алғашқы жарғыш деп атайды. Бұл жерде жарылғыш зат оңай жарылады. Мынау электрмен іске қосылатын заманауи детонатор. Ал Нобельдің түпнұсқа детонаторы ақырын жану білтесімен жасалған. Бұл керемет өнертабыс болды. Себебі детонатор сезімтал жарылғыш заттан тұрса да, оның аз мөлшері ғана пайдаланылды. Сондықтан детонаторлар қауіпті болса да, бір детонатор көп зиян тигізе алмайды. Сонымен детонатор, негізгі жарылғыш зат динамиттен бөлініп, жеке қолданғанға дейін сақталады. Тек содан кейін детонаторды жарылғыш затпен жалғайды. Іске қосылған кезде детонатордың әсері өте күрт атысты қамтамасыз ететін кішігірім жарылыс құруға негізделеді. Бұл балға соққысына ұқсас, және осы соққы негізгі жарылғыш затты іске қосу үшін жеткілікті. Осылайша динамит қауіпсіз, себебі ол сезімтал емес. Детонатор салыстырмалы түрде қауіпсіз, себебі ол көп жарылғыш заттан тұрмайды. Осы екі өнертабыс шынымен де жарылғыш заттар әлемін ашты. Осы жаңалықтар нәтижесінде Альфред Нобель шексіз бай болды. Ол сол кездегі ең бай адамдардың бірі атанды. Ол қайтыс болған соң өсиет хатында өзінің орасан байлығын Нобель сыйлығын құруға қалдырды. Ол бүгінгі күні ғылымдағы ең беделді сыйлық. Сонымен қатар оның құрметіне Нобелий деп аталған элемент бар. Динамит бастама болды. Одан кейін көптеген басқа жарылғыш заттар табылды. Мен олардың біреуіне тоқтала кетейін. Егер сіз толуол деп аталатын еріткішті алсаңыз, және оны азот және күкірт қышқылымен өңдесеңіз, сіз 3 нитротолуол аласыз. Оның аббревиатурасы ТНТ. Көбісі естіген жарылғыш. ТНТ мен динамитті шатыстырмаңыз. Екеуі мүлдем әртүрлі заттар. Динамит кизельгурға немесе басқа материалға сіңген нитроглицериннен тұрады. Ал ТНТ мүлде басқа химиялық қосылыс. Адамдар жарылғыш заттардың жаңа түрлерін зерттеуді жалғастыруда. Міне соңғы өнертабыстардың бірі. Бұл 2012 жылдан бері қолжетімді британдық жарылғыш зат. Бұл пластикалық жарылғыш зат PE7 деп аталады. Пластик жарылғыш зат аса жұмсақ және әртүрлі пішінді қабылдай алады. Ол ермексазға немесе қамырға ұқсас. Бірақ бұл өте қуатты жарылғыш құрылғы. Және де айта кетуім қажет, осы жарылғыш заттардың біреуі де толық құнды болып табылмайды. Бұл оқу материалы дерді. Ол барлық қатынаста шынайы PE7-ге ұқсас. Бек жарылғыш құрам бөлік инертті материалмен алмастырылған. Ол жерде сондай-ақ көк түс болды. Сондықтан ол инертті деп айта аласыздар. Нағыз жарғыш ақ түсті.
Біз оқ-дәріні жағуды қараған кезде, оқ-дәрі ашық кеңістікте жанғанын көрдік. Ол өте жылдам жанады, бірақ бұл жарылыссыз жану үдерісі. Ал біз нитроглицеринді балғамен ұрған кезде, онда қатты дауысты жарылыс аламыз. Оны детонация деп атаймыз. Оқ-дәрінің және басқа ұқсас жарылғыш заттарды жағуды қарапайым жану деп белгілеп, дефлаграция терминімен атаймыз. Егер лақтыратын жарылғыш заттар жанса, нитроглицеринде басқа бір нәрсе жүреді. Ол күшті жарылғыш заттарға жатады. Ал күшті жарылғыш заттар детонацияланады. Мен лақтыратын жарылғыш заттар мен күшті жарылғыш зат арасындағы айырмашылықты түсіндіріп, детонацияның не екенін көрсеткім келіп тұр. Ең алдымен дефлаграцияның немесе жанудың не екенін көрсетсем деймін. Мынау ұнтақ салынған металл науаша. Ұнтақ майда ұнтақталған нитроцеллюлоза болып табылады. Бұл қару оқтарында қолданылатын ұнтақ. Қазір мен ұнтақтан жасалған жолды бір ұшынан жағамын да, сіздер не болатынын көре аласыздар. Ұнтақ жана бастайды. Ұнтақ түйіршіктерінің бөлігі жанып, энергия жылу түрінде бөлінеді. Бұл жылулық энергия келесі ұнтақ бөлігінің температурасын жоғарылатады да, ол жаналатындай етіп, іске қосу энергиясын қамтамасыз етеді. Ал содан кейін жылу бөледі. Бұл да өз алдына келесі ұнтақ бөлігін жағады. Жалын жылудың берілу себебінен жылжиды. Бұл дефлаграция деп аталады. Бұл лақтыратын жарылғыш зат. Детонация мүлдем басқа нәрсе, және оны түсіндіру үшін өз еркімен шығамын деген шамамен 6 адам керек. Кім шыққысы келеді? Кім болса да, алдыңғы қатардағы жігіттер. Сіздер, жігіттер, келіңіздер. Міне сізден бастап, қатардың соңына дейін барлық 8 адам шығыңыздар. Қане қолдап жіберейік. Мархабат, бір қатарға тұрыңыздар. Қане, аяғына дейін бір-бірлеріңіздің арттарыңызға тұрыңыздар. Сіз мұнда тұрыңыз. Осылай. Ал енді мұна қабырғаға қарай бұрылайық. Сенің атың кім? Том. Жақсы, сен бұлай тұр. Ал сенің атың кім? Бриджит. Жақсы, аздап артқа қарай, Томға қарап, қолыңды оның иығына салып, қатты қысып ұста. Аздап артқа шегінде қолыңмен оның иығын қысып ұста, осылай. Жақсы. Сонымен, егер мен сені itергім келсе, ол да итеріледі. Қолыңды қатты қысып ұста. Сен де тура солай жаса. Сенің атың кім? Гарри. Жақсы, қолыңды иыққа қой, артқа шегін. Bir тұтас болу үшін оны қатты ұста. Жақсы, тура солай. Сенің атың кім? Хью. Жақсы. Ал сенің атың? Марк. Жақсы, қолыңды оның иығына қой. Сен де бір тұтас сияқты қатты ұста. Қане, қолың жете ме? Қолыңды оның иығына қой. Сенің атың кім? Ал сенің атың? Эбби. Жарайды, қолыңды оның иығына қой. Ал енді бұлай жасайық. Қолдарыңды жұмып ұстаңдар. Қазір мен сіздерді итеремін де, не болатынын көреміз. Жақсы? Мен тағы да бір рет итерем. Мен itергенде жақсы түрткі барлық тізбек бойымен өтеді. Ал енді әрбір волонтер жарылғыш блогындағы молекула деп елестетіңіз. Ал олардың қолдары молекулалар арасындағы байланыс. Егер молекуланың бірін итерсе немесе балғамен ұрса, толқын барлық блок бойымен өтеді. Егер бұл блок кәдімгі материалдан жасалса, толқын белгілі бір жылдамдықпен қозғалады. Біз оны жарық жылдамдығы деп атаймыз. Бұл материал арқылы өтетін компрессиялық толқын дыбыс толқыны деп аталады. Сіздер қазір менің дауысымды ауа бөлшектерінің бір-біріне берген қысымына байланысты естіп отырсыздар. Бөлшектердің осы қысымы немесе дыбыс толқындары қатты материалдар арқылы да өте алады. Өз еркімен шыққан адамдарға қол соғып жіберейік. Мына кішкентай нүкте дыбыс толқындарының көзі деп елестетіңіздер. Нүктеден шығатын мына нүктелер бұл дыбыс толқындары. Ашық түсті шеңберлер жоғары қысым салалары болып табылады. Ал олардың арасында төмен қысым аймақтары бар. Бұл нысаннан таралатын дыбыс толқыны. Ал енді объект қозғалып жатыр деп елестетейік. Көрдіңіздер ме? Не болады?
Дыбыс толқындары объект алдында қысқарады да жақындайды, ал оның артындағы созылған секілді бір-бірінен алшақтайды. Біз бұны Доплер әсері деп атаймыз. Бұл өте таныс нәрсе. Егер сіз жаныңыздан машина өткенін естісеңіз, бұл ерекше шу тудырады. Дыбыс үндестігі, ол сіздің жаныңыздан өткенде азаяды, және ол не үшін екенін көре аласыз. Нысан алдында дыбыс толқындары тығыздалды. Олардың ұзындығы қысқарды, дыбыс жиілігі жоғарылай түсті. Осыған ұқсас, артқы бөлігінде толқын созылған, сондықтан дыбыс жиілігі төмен. Егер объект дыбыс жылдамдығымен қозғалса, не болады? Қазір объект дыбыс толқындары жылдамдығымен қозғалып жатыр. Ал енді дыбыс толқындарының барлығы заттың алдыңғы бөлігінде жинақталып жатыр. Олар бір-бірін қуып жетті. Сондықтан ол жерде өте жоғары қысым аймағы түзіледі. Ал егер біз дыбыстан жылдамырақ қозғалсақ, онда толқындар бір толқынға бірігетінін көре аласыз. Біз бұны соққылық толқын деп атаймыз. Міне барлық толқындар қайта бір жерде бірігеді. Бұндай соққылық толқын, мысалы, ұшақ дыбыс жылдамдығынан асқан кезде туындайды. Дыбыстан ұшқыр ұшақ соққылық толқын тудырады, ал біз жерде бұл толқынды қатты тарсыл ретінде естиміз. Соққылық толқын күшті жарылғыш заттардың детонациясы жүретін механизм. Күшті жарылғыш зат бұл біздің оқ-дәрі жолағындағы сияқты бір ұшынан екінші ұшына қарай таралатын жылу емес. Бұл жарылғыш заттың келесі бөлігінің температурасын көтеретін жылулық энергия ғана емес. Бұл өте жылдам соққылық толқынының дыбыс жылдамдығынан тезірек орын ауыстыруы. Жақсы, экрандағы көрсетілім үшін рахмет. Сонымен соққылық толқын жарылғышты қалай іске қосады? Мен оны мына аспап көмегімен көрсете алам. Бұл мөлдір пластик түтік. Оның піспегі тұмшаланған плунжері бар. Мен мұна мақтан алам. Бұл қарапайым мақта. Бұл мата оқ-дәрі немесе басқа бір нәрсе емес. Қарапайым мақта. Мен осы мақтаның бір будасын алдым. Түтік ұшына саламын да оны жабам. Енді мен осы түтіктегі ауаны қысайын деп жатырмын, бірақ оны өте тез жасаймын. Егер сіз бұрын велосипед шиналарын жылдам үрлеген болсаңыз, онда асыққанда және сорғымен жылдам жұмыс істегенде, шина мен сорғы қыза бастайтынын білерсіз. Сондықтан біз газды қысқан кезде ол қызады. Мен мына газды өте жылдам қысам, және жарықты сөндірсек, нәтиже қандай болатынын көреміз. Бізде түтік ұшында азғантай ғана мақта бар. Ал бастайық. Газ өте қызады. Ол өте қатты қызғаны соншалық мақтаның жануы жүреді де, ол жерде еш нәрсе қалған жоқ. Жай ғана бос түтік. Соққылық толқын жарылғыш арқылы өткен кезде, осы соққылық толқын өте қарқынды қысым аймағына айналады. Және осы қысым жарылғыш затты қыздырады да, детонацияға алып келеді. Детонация энергияны босатады да, соққылық толқынға бастама береді. Соққылық толқын дыбыс жылдамдығына қарағанда біршама жылдам қозғалады. Енді мен детонациялық толқынды осы жерде дәріс залында көрсеткім кеп тұр. Бұл біршама қиын, себебі егер мен ол үшін жарылғышты қолдансам, онда біздің дәріс осы жерде аяқталатын еді. Мен олай жасай алмаймын. Сондықтан оны көрсету үшін мен басқа тәсілді табам. Және ол үшін мен мынаны қолданам. Бұл соққылық түтік деп аталады. Бұл өнеркәсіптік өнім. Ол орасан ауқымда пиротехника индустриясында қолданылады. Және пластик түтіктен, қуыс пластик түтіктен тұрады. Ал түтіктің іші октаген деп аталатын жарылғыш зат ұнтағының жұқа қабатымен жабылған. Бұл жарылғыш зат ТНТ-ға қарағанда 70%-ға күштірек. Түтіктің ішінде осы зат тек шашыратылған. Міне қазір мен не істеймін? Егер экранға камерадан дабылды шығара алсақ, мен аздап артқа шегінейін. Сонымен мен түтікті үрлеймін де, одан шығатын октаген ұнтағын көре аламыз ба? Байқайық. Оны тек статикалық электр ұстап тұр, бірақ мен оны түтіктен үрлеп шығара алам. Егер мен соққылық түтіктің бөлігін алып, жақсам, бұл нитроглицеринге ұқсас болар еді. Ол жай ғана жанып кетеді. Ал бірақ, егер оның орнына мен түтік бойынша өте күрт соққы берсем, онда біз детонация туындата аламыз. Ол түтік ішінен өте үлкен жылдамдықпен өтеді. Ал қарайық. Соққылық түтік қалай жұмыс істейтінін көру үшін
кішігірім стенд бар. Ол жерде мен құрамындағы жарылғыш заттың ағылшынша атауын көрсеттім. Бұл HMX. Оның атын ағылшын тілінде есте сақтауға көмектеседі деп ойлаймын. Сонымен мен соққы көмегімен соққылық түтікте үдерісті бастайын деп тұрмын. Түсінікті жағдай. Бізге 2,5 мың вольтқа тең кернеу беретін мына құрылғы қажет. Содан соң оны зарядтайды да кішігірім найзағай соққысын жасайды. Мен қазір бұның қауіпсіз екенін көрсетем. Сіздер тек кішкентай ұшқынды көрулеріңіз керек. Жақсы, осылай. Енді сіздерге көрсетейік. Ол өте көп энергия бөлмейді, бірақ ол оны өте қысқа уақытта разряд түрінде тудырады. Және ол соққылық түтікте детонациялық толқынды тудыруы мүмкін. Бұл әріптер стендке бекітілген бір ұзын соққылық түтіктен тұрады. Біз соққылық түтікті жағамыз. Және сіздер түтікте детонацияны көре аласыздар. Бұл өте жарық-жарқылға алып келеді. Сондықтан, егер біз жарықты сөндірсек, сіздер соққылық түтіктің қалай жанатынын нақты көре аласыздар. Аздап шу болады. Сіздер құлақтарыңызды жауып аласыздар. Ал, бастайық. Соққылық түтік осындай. Жақсы, бұл соққылық түтіктің бірнеше метрі арқылы өтетін детонациялық толқын болды. Бірақ бұл өте жылдам өтті. Сондықтан түтік бойымен нағыз детонация толқыны қалай өткенін көрмей қалдыңыздар деп ойлаймын. Қазір мен сіздер детонациялық толқын түтік бойымен өткенін көре алуларыңыз үшін ұзынырақ соққылық түтік бөлігін қолданам. Ол үшін маған жағып жатқан кезде соққылық түтікті ұстап тұратын 4 адам керек. Мен кейбір адамдар қолдарын түсіргендерін байқадым. Қане, сіз зал соңында кімді сұрасам екен? Қане сіз? Я, және сіз шығаласыз. Сізде. Ал қолдап жіберейік. Жақсы, сен сол жерде қал. Ал сен менімен мұна ұшына қарай кел. Мұна жерде тұр. Енді сіздерге көз бен құлақтарды қорғау үшін бір нәрселер береміз. Және де қолғаптар. Ал мынау соққылық түтік. Менімен жүр. Ана жерге тұр. Не істеу керек? Атың кім? Альберт, түтіктің мына ұшын ұстап тұршы. Жай ғана ұстап тұр. Біз оны дәріс залының ені бойынша жүргіземіз. Қолғапты жай ғана ұстап тұр. Сенің атың кім? Адам. Жақсы. Менімен жүр. Осы жерде тоқтат. Түтікті ұстап тұр. Сен де мұна жерге кел. Атың кім? Брэдли. Міне екінші ұша. Жақсы, мұна жерде ұста. Атың кім? Адам. Жақсы, түтіктің ұшынан ұста. Оны өзіңнің бетіңе бағыттамағаның өте маңызды, себебі ең соңында аздап жалын шығады. Мықтап ұста, біз оны түзулетейік. Аздап алға жүр. Мықтап ұста және аздап жоғары. Барлығы көрсін. Жақсы, алға қарай бір қадам жаса, өте жақсы. Жақсы. Енді түтіктің мына ұшынан соққылық толқынды, детонациялық толқынды жіберем. Ол екінші ұшына дейін қалай өтетінін көрейік. Біз қайтадан жарықты сөндіреміз. Ал бастайық. 3, 2, 1. Жақсы, 1 минутқа тоқтаңыз. Сен орныңа отырсаң болады. Екі ұшында тұрған екі адам өз орындарына отырса болады. Тағы да алғыс білдірейік. Сіздер білесіздер ме?
Сіз түтік бойынша жүрген соққылық толқынды көре алуыңыз мүмкін еді, немесе көріп үлгермей қалуыңыз да мүмкін еді. Бірақ сіздерге айтайын, ол секундына 2100 метр жылдамдықпен өтті. Бұл дыбыс жылдамдығынан 7 есе көп. Егер сіздер шынайы оны көріп үлгерсеңіз, онда жолдарыңыз болды. Бірақ мен шынымен сіздерге детонациялық толқынды көрсеткім келеді. Детонациялық толқын дыбыс жылдамдығынан 7 есе жылдам өтетінін көргендеріңізді қалаймын. Сол үшін біз не ойлап таптық? Менің ойымша бұл бірінші осындай тәжірибе. Біз бір шаршы дерлік 800 метр соққылық түтігін дәріс залының қабырғасы бойымен жүргіздік. Оның екі ұшын дәріс залының ортасына шығарайық деп жатырмыз. Рахмет, Крис. Жақсы, менімен жүр. Мынау үшін ұста. Өте жақсы. Сол жерде тұр. Менімен жүр. Әрі қарай жүрсең болады. Еш нәрсе емес, жалғастыра бер. Бізде бірнеше түйін пайда болады, бірақ ол маңызды емес. Менің ойымша, бұл бірінші көрсетілім. Өткен аптада біз көрсетілімді кішірек ауқымда жүргізуге тырыстық. Бұл өте қызық болды. Ал мынандай ұзын соққылық түтікпен тәжірибені бірінші рет жүргізіп тұрмыз. Егер барлығы дұрыс болса, соққылық толқын осы түтік бойымен дәріс залын 8 рет айнала өтіп, содан кейін түтік бойымен кері жүру үшін шамамен 0,4 секунд қажет. Сізге ұнайды деп үміттенем. Сонымен, сіздер толық тентті қарағанда 70% күштірек жарылғышпен қоршалғансыздар. Ал, бастайық. Жарықты сөндірейік. Мықтап және биік ұстаңыздар. Жағамын. 3, 2, 1. Сонымен жарылғыш детонацияланған кезде ол әрине газ бөледі. Сондықтан бізде жоғары қысымды газбен толтырылған 800 метр түтік бар. Егер мен микрофонды жақындатсам, естіп тұрсыздар ма? Бұл шығып жатқан газ. Өте жақсы. Ал көмекшілерді қолдайық. Үлкен рахмет. Сонымен дәрістің соңына қарай жақындап қалдық. Бұл дәріс жарылыстар туралы болғандықтан біз оны үлкен жарылыспен аяқтауымыз керек. Жару алдында мен ең алдымен оны жүргізу үшін химия факультетіне үлкен рахмет айтқым келеді. Мен біздің демеушілерімізді, әрине Microsoft Research, Event Horizon және Le Mater олардың кең қолдауы үшін алғыс айтқым келеді. Сондай-ақ маған дайындалуға көмектесіп, осы дәрісті аяқтауға көмектесу үшін көп күш жұмсаған адамға алғыс айтып, бірге қолдауларыңызды сұраймын. Бұл Крис Брекстон. Сонымен бізге аяқтау үшін өте жақсы жарылыс керек, және біз тағы да физикалық жарылыс жасайын деп тұрмыз. Естеріңізде болса, дәрістің басында бізде сұйық шыныдан жасалған түтік болды. Біз оны қыздырдық, қысымы өсіп, ол жарылды. Бұл физикалық жарылыс болды. Яғни біз қуатты ұлғайтып, осыған ұқсас жарылыс жасаймыз. Суды қолданудың орнына осы жолы біз сұйық азот қолданамыз. Мынау сұйық азот. Цельсий бойынша минус 196 градус. Азот, естеріңізде болса, ауаның 5-тен 4 бөлігін құрайды. Егер оны Цельсий бойынша минус 196 градусқа дейін суытсақ, ол сұйық болады. Мына жерде бізде сұйық азот бар, және егер біз сұйық азотты жылы суға қоссақ, бұл оның температурасын арттыратын еді. Ол буланып, газға айналады. Осының барысында ол қайнаған кезде бу айналатын су сияқты кеңейеді. Алдымен сұйық азотты ыстық суға салып, осыны көрсетейін.
Сонымен, біз сұйық азотты ыстық суға салсақ, ол газға айналып кеңейеді. Бұл қорқынышты емес, себебі осы жерде ол зал бойынша еркін таралады. Ал егер біз тура осыны азотты тұмшаланып жабылған контейнерге салып жасасақ, не болады? Міне біз қолданатын контейнер. Бұл газды судан қалған жарты литрлік бөтелке. Мен оның ішіне сұйық азотты құйып, қақпағын жабам. Осылайша ол тұмшаланған контейнер болады. Және әрине сізге сұйық азотты қолдануды үйреткенде, сіздерге сұйық азотты тұмшаланған контейнерде қалдырмаңыздар деп ескертеді. Сіздер бірер сәттен кейін оның себебін түсінесіздер. Енді мен оны мында лақтырам. Оның ішінде шелек. Онда жылы су бар. Сондықтан буланып, газға айналатын азот кеңейеді. Ал ол бөтелкенің ішінде жабық болғандықтан қысым ұлғаяды да әрі қарай не болатынын түсінген боларсыз. Ал сұйық азотты алайық. Мен бөтелкенің шамамен 1/3 бөлігін толтырам. Сонымен, бұл біздің дәрістің қорытынды көрсетілімі. Ол сізге ұнады деп ойлаймын. Оның қорытынды көрсетілімі де ұнайды деп ойлаймын. Ал, кеттік. Үлкен рахмет. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.